Қателеспесем сол 2014-жылдар ма, әлде 2014-жылдар. Сол кез 9 сынып оқитын. Как раз біз 9 сынып оқитын кезде көше тірліктері жалпы талпа, система деген нәрселердің бәрі бізге енді келіп жатқан кезде болды. Сол система, көше деген негізі маған бала кезімде ұнамайтын негізі. Сондай күндер, сол күннен бастап менің өмірімде тыныштық болмады шыны керек. Тиіскізіп өзімнің сыныптастарым өзіме қарсы шыға бастады. Содан не керек, шыдап жүре бердім. Күндерден бүгін магазинге баратын едім. Тағы да өзім сыныптастарым, содан бөлек тағы старшактар, жалпы екі үлкен жігіттер ұстап бұрынғышысы тиісе бастады. Жалпы енді жігіт болғаннан кейін менің де намысым келді. Әңгіменің шындығы шыдамадым. Айттым, одан да араларындағы ең мықтысымен мен жекпе-жекке шығамын дұрыс. Егер мен жеңетін болсам, маған енді қайтып тиіспейсіңдер, азапталмайсыңдар. Ал егер мен жеңілетін болсам, сендердің айтқандарыңмен жүрмін. Солай келістік. Бір аптадан кейін төбелесетін болып келістік. Соның бір қызығы анау, өзімше бір апта дайындалғым келді. Тренировка жасағым келді, былайша айтқанда. Бокспен айналысатын сыныптас достарым бар. Спортик дейсің ба? Былайша айтқанда спортик. Сөйтіп айттым, бірақ шынымен ерегескенімді, жаңағыдай жағдай болғандарын айтқым келмеді. Үлкен іштей намыс болды да. Айттым, өзім үшін жасағым келеді дедім. Олар күлді әрине. Өйткені оларға таңсық болды, мен былай істеген. Таң қалды да олар, өйткені мен өмірімде ондай нәрселерге жақындап көрген адам емеспін. Содан басталды. Күнде анау, олар өздері бөлек тренировка жасайды, мен өзім бөлек. Басында қиналдап, тіпті турникке де тартына алмайтынмын мен. Әйтеуір үйреніп бастадым. Көз ашымғанша бір апта өтті деген. Енді бір апта өтті, келісілген уақыт. Қанша қорқып тұрсам да, жігіт болғаннан кейін сол жерге баруға бел будым деп бардым. Қорқынышпен бардым, әрине, мандражбен бардым. Барсам сол баяғы екі көкесі және менімен төбелесетін өзімнің сыныптасым. Өзім сыныптасыма Нұрсұлтанға тұрды да бар баста деді. Аман есік шықтым. Не болды? Сосын? Сосын жеңілдім да. Басқа не болады? Бірақ бір түсінгенім, соның арқасында сол жігіттермен ең жақын достыққа айналдым. Сол күннен бастап ең жақын достарым болды. Менің бір түсінгенім ер шекіспей екен. Сол жігіттермен қазіргі таңда бауыр болып отырғаныма мен қатты қуанамын. Және сол іске барғаныма мен ешқашан